Сапарғали Бекалиннің Бала Шоқан шығармасы. Ұядан ұлы жолға. Төре ауылы жайлаудан қайтқалы, Шоқанның ойында омбы қаласына деген жүріс жолы елестеп асығу да бар. Әсіресе Сергей ағайдың қала жайынан қызықтырып айтқан әңгімелері есіне түсті. Ал қалаға келсе, мына ауыл өмірінен бөлінеді. Ойыны бір құрдастан, тентек те болса бауырлас шаттықтан бөлінеді. Ыржия күліп, қорғана тіл қатып, балшықтан мүсін жасап ойынына талшық еткен мысықтан көз жазады. Қатар отырып, жазду сыпыр салыстырған ойын тобына үнемі қасында болып, мұрнын тартып қойып, Шоқа дейтін құрдасы Әлібайдан бөлінеді. Осындай ойларға оралған Шоқан күн санап анадағы бастаған күнделік дәптеріне әрбір ойын жазып жүрді. Ол жаздағы нағашы ауылына барған сапарынан көрген-білгендерін, Етекбай сөзін, зеренді түсінігін жазды. Ауыл Қосқималға келген қонақ Шоқан белгілі күзек құдықта отыратын жалғыз қара лашық мысықтың үйіне келді. Жазда ел көрмей елегізіп, елсіз өмір деп бұйығып жүрген мысықты екі бұзауды қайырып келе жатқан жерінен қорық ішіндегі кездестірді. Ыржиып құлағы делбейіп қалған мысыққа Шоқан құнанынан түсіп қасына келді де: «Немене, мысық аман ба?» деді. Мысық үндемей тек-текке күле берді. «Сен немене, бізді ұмытып қалғансың ба?» «Жоқ, сөзді білем. Аман ба, Шоқан?» «Иә, аман. Өзің немене, қандай мүсін жасадың?» «Түк те жасағаным жоқ». «Неге?» «Бұзауымды бағып, апамды күтем». Мысықтың мына сөзі Шоқанға ерекше бір ой салды. «Иә, алдымен тіршілік өмір жабдығы деді деген. Мен енді қалаға оқуға жүрем. Сен ертең біздің ауылға кел. Және жаңа суретін болса ала кел». «Жаңа мүсінім жоқ. Жалғыз қалай барам? Қорқам. Апамды жалғыз қалдыра алмаймын». «Неге?» «Апам орнынан тұра алмайды». «Әкең қайда?» «Төре үйінің шөбін шауып жүр, алыста, анау өзен жақта». Мысықтың мына кейінгі үй-жайын айтқандағы мұнайған түріне көз түскен Шоқан оңайып кетті. Анасы ауру, әкесі біреудің жұмысында, өзі жалғыз. Мына бұзаудың оның әрі көрер азығы, әрі ермегі. Қандай қиын. «Онда ертең мен өзім келейін, жарай ма?» Мысық басын изеді. Шыңғыс ауылында қонақта жатқан Добашинский мен Шоқанды ертіп Айғаным ауылына келгенде Қанқожа, Мамеке бәрі де ханым үйінде еді. Шоқанды омбыға оқуға апарады деген осы күзекке қонысы мекен Төре ауылына хабарланған. Бүгін ханым үйінде болатындықтары да оларға айтылған. Сүйікті немересін қасына алып, қайта-қайта маңдайынан иіскеп, ойлана алысқа қараған Айғаным: «Мына Шоқанжанның тоқым қағарын өзім істейін деп едім. Мына аға аталарын шақыртып алдым. Баталарын берсін». Ана ауыл ақсақалдары да келді. Шыңғысты орысша оқуға бергенімде төре қара болып, Айғаным енді өз Шоқаныммен қоймай, баласын да орыс оқуына шоқындыруға беріпті. Аталары орысша оқымай-ақ 300-ді билеп еді ғой. Бұл қай бұзылғаны деп айтпаған өсегі бар ма еді. Сол шоқындыруға берді деген Шыңғыс міне орталарында. Дінін бұзып па, халқының қағидасын бұзып па? Білім алды, білімді елдің адамымен тізерлесе отыруға, өз ойын басқаға тәуелсіз-ақ орысша жеткізуге жетті. Ал Шоқанжан енді одан да үлкен оқуға барады. Жаңа заманның білімін алады, деді Айғаным. Әрқайсысы Айғаным сөзін өзінше түсінген туысқандар үнсіз тыңдап, әдеппен ана алдындағы құрметтерін істеді. Айғанымның әлгі айтқан сөзін тыңдап отырған Добашинский: «Төрелер, ханым, аналарыңыз өте дұрыс айтады. Сіздердің бағынған үкіметтеріңіз орыс патшалығы, оның тілін біліп, заңын ұғу сіздерге парыз. Егер оны білмесеңіздер, мен сияқты тілмашқа тәуелді болып қаласыздар. Сіздің қазақтың мақалы бар ғой, шайнап берген балаға ас болмайды деген. Сондай-ақ біреу арқылы тілдескен ел басшысы ұлыққа қай ойын жеткізеді. Ал мына Шыңғыс Уәлиханович патшаның өзінен де сөйлесе алады. Шоқан корпусқа түсіп оқыса, Шыңғыстан да оқымысты болады.
Енді сіздің елдің жастарына оқу керек, деп өте бір достық ойлар айтты. Бұл сөздерге риза болған Айғаным: шырағым, шоқаным, өз қолынан береміз. Үйінде ұста, зеріктірмей оқуын жақсылап оқы. Сен де жас дос жар балымның бірі бол, деді. Ханым апай, сенімізді атқарамын. Шоқанымызды өз балам етіп тәрбиелермін. Жолың болсын, шырағым, деп Айғаным қасындағы Шоқанға: сен ағаның айтқанын тыңда, оқуыңды жақсы оқы, деді. Шоқан үндемей басын изеді. Осы кезде Айғаным хабарлаған ауыл ақсақалдары, Ықылас, Сал, Әжібайлар тағы басқалары келді. Мәжіліс қызды. Қанқожаның қобызы да, Нартайдың әні де шырқалды. Түс ауа ханым ауылынан аттанған топтың ішінен келе жатқан Шоқан өз ауылдарына таянғанда: атеке, мен кеше мысыққа келем деген, соған барып келейін деп. Досың ғой, әлгі шебер бала ғой, бар, деп Шыңғыс рұқсат етті. Шоқан Тақырбас бар қасында. Мысыққа келгенде күркесінің қасында от жағып жүр екен. Ол Шоқанды көріп ыржия күліп алдынан шықты. Ал мысық, жүр, біздің ауылға жүр. Апам жалғыз қалады ғой. Көп болмайсын, апана айт. Жарайды, қазір. Мысық апасы жатқан қара лашыққа жүгіріп кетті. Біраздан соң үстіне анада Шоқан берген көнетоз шапанын киіп шықты. Кәне, менің артыма мін, деп Тақырбас оны қолынан тартып артына мінгістіріп алды. Мысықты өзіне ілестіре үйге кірген Шоқанға Зейнеп: Шоқан жанау, мына сары сұңқарды тағы тауып алдың ба? Деді таңданып. Иә, әпке, шешесі ауру екен, жазда сурет жасай алмапты. Әкесі атам үйінің шөбін шауып, үйінде жоқ. Сондай аянышты, деді. Шешесі не ауру екен, деп Зейнеп ежіктей сұрады. Оны байқап тұрған мысық қорқып көзін жыпылықтап төмен қарап: апа, сіз ұрыспаңыз, оның жазығы жоқ. Мен ертең қалаға оқуға жүремін ғой. Ана менің қазақы кемзал шалбарымды мысыққа берші, түк киімі жоқ. Өзіне тамақ бергізші, шешесіне де тамақ беріп жібер, деп өтініш етті. Иә, жол садақаң болсын, берейін, деп Зейнеп Қанипаға Шоқанның кемзал шалбарын ана балаға берші, өзіне тамақ бер, шешесі ауру болса, шай, қант түйіп берші, деді. Қанипа жымия күліп. Осы бір сар шегір жүгірмекке Шоқанжанның мүлде ықыласы тұстау. Мына кемзал шалбарын қалаға жүрерде өзім сұрап алып, бауырыма кигізейін деп жүредім. Қанипа, оған ренжімей-ақ қой. Сенің бауырында да Шоқанның бір көнесі табылар, деп Зейнеп Қанипа көңілін жұбатып қойды. Киім киіп, шай, қант алып олжалы болған мысық қуанышы қойнына сыймай үйіне жетуге асығып Шоқанның қасына келіп, не айтарын білмей ыржиып танауын тартып қалды. Немене, үйіне қайтасың ба? Мысық басын изеді. Тақа, мысықты үйіне апарып тастаңыз, иттен қорқады, деп Шоқан мысықпен қош айтысты. Тақырбастың артына мінгесіп жүре берген мысықты: мысық, мүсін жасауынды ұмытпа, маған жасылап көп мүсін істеп қой. Мысық Тақырбастың белбеуінен ұстап, тырмысып бара жатып артына бұрылып: жарайды, істеп қоям, деді. Шоқан Тақырбастың атына мінгесіп бара жатқан мысыққа қарап біраз тұрып қалды. Тек артынан келіп Жақыптың: ой, анау әлгі жаяу мысық, мияу мысық па? деген сөзіне бұрылып: иә, сотқар, бір айқасатын едім, көре алмай қалдың-ау, деді. Жақып Шоқанның қалаға жүретін хабарын естігелі бері бұрынғыдай соқтықпай өзінше бір ойға түскендей болып жүрген. Бұл жерде де сол мінезін істеді. Добашинский Шыңғыс ауылына келісімен-ақ Шоқанның жаңа досы болып алды. Шекарашылар мекемесінің тілмашы қазақ даласын көп аралаған. Тапқыр да Ділмар Добашинский Шыңғыстың көптен бергі досы еді. Шоқанды оқуға алып жүрердегі қаладағы Шоқанға сайлаған пәтер үйі де осы Добашинскийдікі болатын. Сондықтан көктем кезіндегі қалаға қатынасатынында Добашинскийді қонаққа шақыра келген. Добашинскийдің бұл келуіндегі себептер де осы болатын. Добашинский Шыңғыстан 1-2 жас үлкен болғандықтан Шыңғыс оны Уәсіл ағай деп өзімсіне сөйлейтін. Шыңғыстың өзін қазақсынан атағанына
Добошинский аса разы болып, көңілденіп қалушы еді. Әкесінің атауымен Шоқан да оны Уәсіл ағай деп атайтын болды. Корпусқа бала қабылдау кезі болып қалды. Алдын ала барғанымыз жақсы, деп Добошинский Шыңғысқа жүру жайын бір ескертіп қойды. Иә, ол рас. Ертең ерте аттанамыз, деп Шыңғыс жол аттарын қасына алар жолдастарын әзірледі. Тұңғыш баласын бауырынан шығарып, алыс жолға, шаһарлы жерге жіберуге әзірленген Зейнеп әлденеден бір ауыр ойда. Ананың көзі алдына кішкентай Шоқанның жат жерде жалтаңдап отырған түрі елестейді. Қаланың қамау көшесі, өзі тілін түсінбейтін жұрттың ішінде баласының жабығып тұрған бейнесі келеді. Іші елжірегенмен бір сезімді медеу бар. Ол анада келіп жеткен Сергей, мына Уәсіл ағайлары, көңіліне тиянақ тәрізденіп кетеді. Білімге оқуға аттанады. Ол бір мерей ғой деген жақсылық ойдың жарқын сәулесі жігер туғызып тұрғандай болады. Осыны ойлайды да бойын ширатады. Үш ата жегілген пәуескенің күймесін шалқалата ашып, безен көлденеңнен тартқанда, айғанын бастаған аналар тобы Шоқанды кезекпе-кезек бетінен сүйіп, асыл ниеттерін айтуда. Алдыменен пәуескеге келіп отырған Шыңғыс, кәні, Уәсіл ағай, келіңіз деп, өз қасын құттықтады. Тентек жыламсырап Шоқанды құшақтап, бауырлық жылы мінез көрсетіп тұр. Жақыптың сырт жағында Әлібай мұқандық тұр. Бұлар ыржия күліп, Шоқан қош аман бол десіп, жолдастық қимас достық лебіз білдіруде. Бесеннің делбе ұстаған қолы қозғалғанда пәуеске үзілгеніне аяғын салған Шоқанды ұстап, қолтығынан алып, Зейнеп өз қолынан аттандырып жіберді. Шоқанның пәуеске тұтқасына жармасқан қолынан ұстап, Уәсіл ағай көтеріп алды. Жан жүйесі босап, көзіне жас алған Зейнеп, жолын болсын құлыным деп, орамалын көтере қала. Пәуескенің артынан көзі жасаурап қалған тұрған айғанымға. Апасы, үйге жүріңіз, Шоқаныңыздың жол шашуына батаңызды беріңіз, деді Зейнеп. Жарайды, Зейнепжан, Шоқанымның аяр тілегім бар ма, деп айғаным қасындағы күтушілерімен үйге кірді. Ауылдан шығара бере, тақта жолға түскен пәуескені ерігіп тұрған үш керен ат зілеті ұшырып келеді. Артына жалтақтай қараған Шоқанға. Шоқанжан, енді артына емес, алдына қара. Өмірімнің өрі алдында, деді Шыңғыс. Иә, Шоқан, Шыңғыс Уәлиханович, өте дұрыс айтады. Алдына қара. Қызық та, білім де, өнер де алдында, деді Добошинский. Шоқанның ауылға қиыла қараған ойын бөліп, құсмұрын жазығынан созыла құлаш ұрған жіңішке қара жол. Тобыл бойын кемердей тартып келеді. Анда-санда күзекте отырған киіз үйлі азақ ауылдары, кей жерде неке саяқ қысқа қора елесі көрінеді. Солтүстік ескен қоңыр жел лебі әрі салқын, әрі бір көлеңкесіздікті сүйретіп жүргендей бір ызғар сездіреді. Аспан әлеміндегі бұлттың түрі де, қоңыр күңгірт тартқан күн жылуы да ауылдан алыс жолға аттанған Шоқанның бала көңіліне солғын болып сезіледі. Шоқанның осы сияқты көңілсіз күйін сезген Добошинский әдейі әңгімеге айналдырғысы келіп. Шоқан, сен орыстың ұлы оқымыстысы әрі ақыны Ломоносов жайында естімеген боларсың. Білімді іздеген адамға оның әмірі үлгі. Мен саған соны айтып берейін, деді. Я, Уәсіл ағай, Шоқанға айтыңыз. Ломоносовты біздің бірінші университетіміз дегені әшейін айтылмаған. Ұлы ақын оны өте жоғары бағалаған, деп Шыңғыс Ломоносов жайындағы көңілінде қалған Пушкин сөзін есіне алды. Шоқан, сен әлі орысша оқып, хат таныған кезінде Пушкиннің де, Ломоносовтың да өмірбаянның шығармаларын оқып танысасын. Мен саған тек Ломоносовтың оқуды қалай ізденіп, ұлы ғалым болғанын айтып берейін. Пәуескеге отырғызардағы Зейнептің елжірей бетіне сүйіп, аналық махаббатпен қараған жанары, тентек Жақыптың пәуеске қозғалған сәттегі қолын бұлғап, аңыра тұрып қалғаны көз алдына елестеп, мұңая ойланып отырған Шоқан, Уәсіл ағайдың жылы лебізінен ойы сергіп. Уәсіл ағай, ол қандай адам? Айтыңыз, тыңдайын, деп көңілі жадырай Добошинскийге әкесіне жалтақтай кезек қарап көтеріле отырды. Михаил Васильевич Ломоносов, россиянин,
шет жағындағы Архангел губерниясындағы бір қара шаруаның баласы. 1711 жылы туған. Ол кезде орыс қалалары мен деревняларында оқу аса өріс алмаған кез ғой. Деревнядағы бастауыш мектепте оқығанымен онша өнімді білім ала алмаған. 20 жасқа келген кезінде талапты жас оқу іздеп жаяу жалғыз Москваға келіп жеткен. Азықсыз, көліксіз, алыс жол жүріп, арып, ашып Москваға жетіп, іздеген оқуын тұяғын іледі. Бір жағынан еңбек етіп және оқып жоғары дәрежелі білім алады. Ломоносовтың зеректігіне сүйсінген ұстаздары оны Германияға үлкен оқуға жібереді. Ол Германияда университетті бітіріп, үлкен ғалым болып қайтады. Әрі ғалым, әрі ақын данышпан Ломоносов біздің орыс елінің ардақты ұлы тұңғыш ғалымдарының бірі болған. Шоқан, көрдің бе, ұлы адамдар білімді қалай іздеп табады. Сен мына сияқты салтанатпен оқуға аттанып келе жаттың. Жатып ауылыңды қимай мұнаясың. Асықпа, әлі қала тұрмысына үйреніп кетесің деді. Ұқтың ба, Шоқан? Уәсіл ағайдың айтқанын өзіне ақыл деп біл. Ендігі сенің ақылшың осы кісі болады, деген сөзін Шыңғыс Шоқанның құлағына қайталады. Арада бірнеше күн жүріп, Омбы қаласына да таянып қалды. Алдымен ұзыннан Қарауыта тоғайға бөленген Ертіс өзенінің арнасы көрінді. Жазық даланы қақ жарап белдеуленген өзен өлкесіне көз тастаған Шоқан Добошинскийге бұрылып: «Уәсіл аға, анау қарауытқан немене?» деп сұрады. Ол қарауытқан үлкен Ертіс деген өзеннің бойы. Өзен жағасын кемерлей ескен тал, қайын ағаштар ой қарауытып тұрған. Ертіс аса үлкен өзен, әлі қасына барғанда көресің. Омбы қаласы осы Ертіс өзенінің жағасында. Немене, біз қалаға жақындадық па? Енді қала жақын, біз қонаға барамыз, деді баласының жолын жүруден жалыққанын сезіп отырған Шыңғыс. Аттардың үздіксіз жүрістен салмақтана жұртқан баяу қимылына ыңылдай теңселе ғана қолын қозғап отырған Бейсен Шыңғыстың бүгін қонаға қарай қалаға барамыз деген естігеннен кейін-ақ қозғалақтап аттарға қамшы үйіріп қойды. Делбені жұлқи жортқан үшкерен дала апшысын қуыра жүйткіді. Ойнақшыған ат жүрісі көңілдендіріп Шоқан алға ұмтыла, Бейсеннің иығына асыла айналаға көз тастайды. Ол әне көрініп, міне көрініп қалады дегендей қала елесін көздейді. Әлден уақытта қарауытқан өзен өлкесінің арғы жағынан биік мұнараларды көрді. Кешкі батар күннің шапағына шағылысқан шіркеу крестерінің алтындаған баяулары жылтылдап көз тартады. Әтеке, анау көрінген не? Деп Шоқан үнсіз қала елесіне көз тастап келе жатқан Шыңғысқа қарады. Ол қаланың шіркеулерінің мұнарасы. Анау қарауытып көлбеген қаланың өзі. Әне көрдің бе? Ағараңдаған үйлер, жалтылдаған оттар да көріне бастады, деп Шыңғыс баласына қала көрінісінен байыпты хабар берді. Шіркеу деген сөзді бұрын естімеген Шоқан, ол ерекше мұнара орнатқан қандай үй дегендей ойланса да, қуалап сұрай қойған жоқ. Осындай әңгіме сұраумен алданып келе жатқан Ертістің қалаға қатарласқан қабағына да жетіп қалды. Біразда қала ап-айқын үлкен үйлермен, сәнді көшелермен санлақтанып көрінді. Сонша болмады. Бейсен желдірте айдап аттарын екпіндете Ертістің өтетін үлкен қайықтың аузына да келіп қалды. Мына өзеннің біз қалай өтеміз? Арғы жаққа барамыз ба? Деп Шоқан өзі түсінбей жайларды сұрай бастады. Қайық аузына келісімен пәуеске күймесімен жерге түсіп, бой жазып жүрген қала тұрғыны Добошинский. Ал Шоқан, қала деген осы. Ана су жиегінен көтеріле салынған үлкен биік үйлер, кеңселер. Солардың бірінде сен оқисың, деп қала жайынан түсінік айтып берді. Арғы жаққа кеткен паром қайыққа кеп кешігіп тұрып қалды. Қала көрінісіне қызыққан Шоқан: «Атеке, сіздің жол дәптеріңіз қайда? Маған бере тұрыңызшы», деп сұрап алды. Шыңғыс та жерге түсіп бой жазып жүрген. Шоқан дәптерге қыстырулы қарындашты алып, қала көрінісінен 1-3-4 сурет салды.
әсіресе шіркеудің бейнесін биік үйлердің ертіс қабағынан көрінісін салды. Бұлар паром тосып тұрғанда ертістің бас жағында суды қақ жара жүзіп бір пароход келді. Атой беріп айқайлап суды кешіп жүрген кемеге Шоқан таңдана қарап. Бұрын ондай су кемесі пароходты көрмеген, оған сондай жаңалық болды. Шоқанның таңданған отырғанын көрген Добошинский: «Шоқан, мына кемені көрдің бе? Бұл осы ертіс өзенінің жоғары өрлеп, төмен құлдилап, басқа қалаларға барып кісі мінгізіп жүретін жүк таситын пароход. Бұл будың күшімен жүреді. Әлі осыған да мінесін», деп пароход жайын түсіндірді. Біздің паромның арғы жақта бөгеліп тұрғанын да оның келетінін біліп, көлденең жүруге рұқсат болмағандықтан екен ғой, қазір келеді деп оның да тәртібін айтып қойды. Шоқан алдыңғы салған суреттеріне қоса қарындашпен сызғылап әлгі пароходтың да бейнесін жазды. Біразда паромда келді. Шоқандардың пәуескесі келіп үлкен қайыққа түсті. Добошинский мен Шыңғыс та күймеге жайлана отырысты. Шоқанның жол дәптерін қолына алған Шыңғыс жаңа ғана салған суреттерді көрді. «Уәсіл ағай, Шоқанжанның қаланы көргенде салған суретін қара. Бала деген еліктегіш әуесқой болады ғой. Мынасы қала көрінісіне ұқсайды», деп дәптерді Добошинскийге ұсынды. «Сіз қаланы айтасыз, мына әлгі өткен пароходты қараңыз, Шыңғыс Уәлиханович», деп Шоқанның шимайлаған пароход бейнесін көрсетті. «Пароходтың өзінен түтіннің үлкен болып кетіпті», деп Шоқанға қарап қызықтай күлді. Шоқан қысылғаннан төмен қарап, аяғының басымен жер шұқи берді. «Сен, Шоқан, ұялма, бұл тамаша талап. Орыс тілінде мұндай сурет салушыларды художник дейді. Бұл тамаша өнер», деп Добошинский қайық үстінде суретшілік жайында біраз әңгіме айтты. Оқыған білімді елдің аты білімпаз. Осы Уәсіл ағайдың тіпті білмейтіні жоқ деп ойлады. Шоқан өзіне ерекше болып көрінген Добошинскийге разылана. Бұлар қаланың орта шеніндегі аласа ғана шатырлы үйге келіп тоқтады. Ат арба қораға кірді. Әлі көзі үйреніп болмаған Шоқан үйге айналаға жатырқай қарады. Қала үйі, бәріне бірі тіркелі салынған ұзыннан ұзақ құймалар. Ал үйге кірелік деген Уәсіл ағайдың шақыруымен Шыңғыс бастап бәрі үйге кірді. Орта жастағы жалаңбас сары әйел Шыңғысқа таныс үйір адамша қол беріп, «Шыңғыс Уәлиханович», деп амандасты. Олардың қасында тұрған кішкене Шоқанды көріп, «Шыңғыс Уәлиханович, бұл жігіт сіздің бала ма? Аты кім? Танысуға бола ма?» деп күліп Шоқанның қолынан ұстап, «Мені Мария Михайловна де, сені кім деп атайын?» деді Шоқан ақырын ғана. «Шоқан», деді. «Шоқан Шыңғысович екенсің ғой, жас қонақ жоғары көтерілетіңіз», деп қазақ жатық тілмен үйірлене сөйледі. «Мария Михайловна, Шоқанды сіздің балаңыз болсын деп алып келдім. Ендігі билігі сіздерде, оқытыңыз, тәрбиеленіңіз», деп Шыңғыс осы сәтте өзінің ойын да айтып салды. «Тіпті жақсы. Шыңғыс Уәлиханович, маған мына сияқты жақсы баланы сыйлағаныңызға рахмет айтам. Онда Шоқан бері кел, мына жерге шешін», деп Мария Михайловна Шоқанға сол сәтте-ақ өзінің орнын көрсетіп тәртіптей бастады. Алыс жол жүріп келген Шыңғыс Василий Добошинский қала тәртібін жақсылап демалыс етті. Тамақ артынан жолдан шаршап келген Шоқан Мария Михайловна арнап көрсеткен кереуетке жатып ұйықтап қалды. Шоқанның қала қақпасын ашқан күні осылай басталды. Таңертең Шоқан оянғанда әкесі де Уәсіл ағай да үйде жоқ еді. Тек Мария Михайловна мен Бейсен үшеуі отырып шай ішті. Шай артынан қора ішіне шығып, Бейсенмен бірге аттарды күтісіп, ертіске суаруға апарысты. Түс кезінде Шыңғыс пен Василий келді. «Ал, Шоқан Шыңғысович, сен енді кадет корпусының оқушысы боласың, жолың болсын, үлкен адам бол», деп Добошинский Шоқанның қолын алды. «Я, Шоқанжан, мына Уәсіл ағай екеуін сенің оқитын мектебіне барып сөйлесіп қайттық. Сені ертеңнен бастап қабылдайтын болды. Сәті түскенде Сергей Сотников сонда кездесті. Барлық жұмысты өз қолына алып, өзі ие болып қалды», деген Сергей Сотниковтың атын айтқанда, құрбысын атағандай Шоқан сергектеніп: «Атеке, Сергей ағай қайда? Ол неге мұнда келмеді?» «Сергей ағайын қызметінде. Ертең соның кеңсесіне барасың»,
деп Шыңғыс Шоқанның көңілін жұбатып қойды. Келер күні Шыңғыс Уәсіл ағай екеуі Шоқанды пәуескемен корпус үйіне алып келді. Күлімдеп алдарынан шыққан Сергей Сотников: Шоқан Шыңғысович, оқуға келдің бе? Қазақша айтқанда жолың болсын деп Шоқанды құшақтап амандасты. Мектеп кеңсесіне өзі ертіп келіп, оқу бөлмесінің бастығына: менің сізге айтып жүрген шәкіртім осы бала деп Шоқанды таныстырды. Шоқанға жылы жүзді шенді киім киген ұлық кісінің жымия қарағаны сондай ұнанды. Шенді ұлықтар ызғарлы, суық, түсі суық болады деп еститін еді. Ал мына кісі ондай емес. Қазіргі Шоқан ойындағы бар топшылау осы ғана. Біраз орысша сөйлескеннен кейін Шыңғыс, Уәсіл ағай, Сергей үшеуі оқу бөлімінің үйінен шығып пәуескеге отырды. Енді Шоқанды кадет корпусының оқушысы дей беруге болады. Әлгі кісі айтты ғой, қағазын дайында деп. Өзімен бірге оқитын балалармен қазыналық үйде жатады. Тіл үйренуге, сабақ дайындауына да жақсы деп Сергей Сотников алдағы тәртіпті де түсіндіріп өтті. Әзірше Шоқан біздің үйде болар. Балалардың жатақ үйі әбден тәртіпке келтірілсін. Мен өзім Шоқанды жақсы серік тауып орналастырам. Сіз алаң болмай қайта беріңіз деп Дапашинский Шыңғысқа қайтуына кеңес берді. Ол да дұрыс. Біздің бос жату беруіміз мәні жоқ. Ертең ерте жүріп кетерміз. Мұндағы жолығатын кісілерге тегілгіс жолықтым деп Шыңғыс Шоқанға жайын түсіндірді. Жарайды, Атеке, қайтыңыз. Ендігі жұмысты Уәсіл ағай орындайды ғой деп Шоқан ризалығын білдірді. Осы әзірге сырттан кірген жас балаға Мария Михайловна: Гришамысың, жақсы келдің. Бері жүр. Мен сені бір жақсы баламен таныстырайын деп Шоқандар отырған бөлмеге ертіп келді. Өткір үлкен көк көзді Гриша батыл басып келіп орысша сәлемдесті. Григорий екен ғой, кәне сен мына Шоқанмен танысып қой. Екеуін бірге оқисың деп Дабашинский Шоқан мен Григорий Потанинді қол алыстырып амандастырды. Шоқан: мынау бала Григорий Потанин деген. Сен түсетін кадет корпусына былтыр келіп түскен. Өзі қазақша біледі. Бұл баланың әкесі Потанин, сенің нағашы атаң Мұса Шормановтың досы. Мұның үйшінің бәрі де қазақша біледі деп Шоқанды жаңа дос құрбы баламен таныстырды. Танысы бірдей Шыңғыс орнынан тұрғандай бесен аттарды жемдеп пәуескеге жегіп әзір тұрған болатын. Көңілшек әке Шоқанның ұйқыда жатқан кезінде оятпай жүріп кетуін ойлап еді. Ол жуынып киініп ұйықтап жатқан Шоқанның қасына келді. Ойлана қаймай көз тұрып еңкейіп келіп маңдайынан иіскеді. Шыңғыс Уәлиханович, Шоқанды қимай тұрсың-ау. Сен енді елжірегенді қой. Бұл бала біздікі. Оянса тағы босансыйсын. Өзің жуырда қайта келем деп отырсың. Ал аттан, деді Дабашинский баласын қия алмай тұрған Шыңғысқа. Ал Уәсіл ағай, өзіне тапсырдым. Дұрыс айтасыз, бала сіздікі. Әншейін деп сөзін қайталап Шыңғыс далаға шықты. Ол пәуескеге отырып қорадан жөнелгенде Дабашинскийдің өзі Шыңғысты қимай көпке дейін артына қарап тұрды. Шығарманың әлі де жалғасы бар. Егер де ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.